тарихы, ұлт тауқыметі, ұлт мақтаны, ұлт тағдыры. Тарих, тағдыр, тұлға. жыл Қытай. Оның жұмысы таңғылан бере басталып, қара кешке дейін жалғасады. Таңның атысы, күннің батысы ертелі кеш атрапта арқеті арша, борба еті борша болып, қара жерді қопсытады. Одан қалды асты құрады. Арық қазған қолдары күс-күс жараланған. Әлі құрып, әбден қалжырап, бараққа жеткенде суға шыланған нанмен өзек жалғап, биттің қабығындай төсенішке құлай кетеді. Жүдеу жүрек тарыққаннан амалсыз соғады. Еркінен тыс қара жұмысқа жегіліп, басқаға жем болған үшін өзін-өзі жазғырады. Бұл қадамға туған жеріндегі жұт пен ашаршылықтан аман қалудың амалымен барған. Аз кем дүниені астыққа айырбастамақ ниетпен серіктестеріне еріп Қытай асқан. Алайда олардың барлығын шекарадан заңсыз өткен деп айыптап, абақтыға жабады. Ал Қытай заңы бойынша айыбыңды тек ауыр жұмысқа жегілумен өтеуден басқа амал жоқ. Егер Қытайдағы тағдыры қыл үстінде тұрған қылқалам шебері қашып құтылмағанда, біздер оның мына мұраларын көріп, көзайым қыла алмаушы едік. Когда мы называем эту фамилию, Абылхан Қастеев, Қастеев десең, кез келген адам тіпті ол өнерден мақұрым жан болса да оны Қазақстандағы көркем сурет өнерінің алғашқы өкілі деп таниды. Казахстана. Существует две основные такие. Оның шығармашылығына қатысты екі көзқарас қалыптасқан. Біріншісі, орталық Азияда классикалық жанрдың негізін қалаған Қазақстанның алғашқы кәсіби суретшісі, ал екіншісі кеңестік көзқарастың кесірі. Біз социалистік идеологиялық қағидалардан қашып, Қастеев туындыларына басқа жағынан қарасақ, қазіргі таңда өте өзекті, мүлдем жаңа қырынан танимыз. Бірақ біз үшін Қастеев қашанда тұңғыш болып қалады. Открываем новые черты. Уникальность Абылхана Қастеева. Мен ғана емес, кез келген көзі қарақты жан Қастеевтің қасиеті оның шынайылығы мен адалдығында деп біледі. Ол ортасын қалай қабылдады, оның әрбір қырын солай айна қатесіз шебер әрі шынайы суреттеді. Его точки зрения, как он воспринимает этот окружающий мир, как он его передает на плоскости. Арада зымырап жылдар өткенде аты танылып, атағы шықса да, ол басқаның босағасында өткен басыбайлы күндерін есінен шығармайды. Әрі бала кезінен еңбекке ерте араласпағанында, сол қиындыққа төзбейтінін де түсінеді.
Ол 1907 жылы Алматы облысы Панфилов ауданындағы Шежін ауылында дүниеге келген. 3 жасында әкеден айырылған оның отбасындағы 3 бала мен жалғыз шеше кедейшілікте күнелтіп, барлық ауыртпалық ананың арқасына артылады. Әбілхан жалғыз шешеге жастайынан сүйеу болып, жұмысқа ерте араласады. Кез келген қара жұмысқа жегіліп, 8 жасқа толғанда жалданып байдың қойын бағады. Біздің әкеміз кедей отбасында туып өскен. 3 жасында әкесіз қалды. Содан бұлар қиналып, семьяларында, отбасында 3 папамнан басқа тағы 2 бала болды. Сонда шешемізбен 4-еу ғана қалып отыр ғой. Күн көру қиын болды. Содан жағы біздің әжеміз, әкеміздің шешесі әмеңгерлікпен атамыздың інісіне үйленбекші болған. Сонда олар таласып, екі інілері екеуі де таласып бір-бірімен төбелеске дейін барған. Мен үйленем, жоқ, мен үйленем деп. Содан жағы біздің әжеміз айтады, мен ешқайсыңа да үйленбеймін, сендердің үйдіп шатақ жарғандарым мен көтере алмаймын деп. Сөйтіп, өзім күнімді өзіміз бірдеңке көреміз деп. Сөйтіп, біразға дейін қиналып жүрген кезде, сосын қиын болып кеткеннен кейін өзі сосын көнді бір інілердің біреуіне үйленіп, Мәсім деген атамызға, кіші атамызға сөйтіп үйленген. Отбасында барлық өмір сүрді. Біздің әкеміз 8 жасқа толғанда күн көру үшін мал бақты, байлардың үйлеріне барып, ауларын сыпырып жүрді. Малды неше түрлісін бағып жүрді. Сонда малды бағып жүрген кезде әкеміз мал бағуға барғанда жайлауға барады ғой. Жайлауға жайылып жүрген малдар жайылып жатады. Сонда әкеміз бекер жүреді ғой. Бекер жүргенде ол жерде туған жері өте әдемі жер болған ғой, Шежін деген жерлері. Ол жапан далада күні-түні апталап жалғыз өзі мал жайса да, ешқашан зеріккен емес. Зеңгір көк көшкен бұлттар, жасыл желекке оранған жайлаудың көрінісі жанына серік. Ол таутастың түр-түсі мен өсімдіктердің тамырына дейін сағаттап қараудан қажымайды. Бәрін қызықтайды. Әбілхан осылайша бала жасынан қолына түскен заттардан түрлі дүние түйіп, ағаштан бұйымдар жасауға машықтанады. Тіпті әшекей бұйымдар істеуді өз бетімен меңгереді. Ол жерде сарқырап тұрған су, таулар, өсіп жатқан неше түрлі қарағай ағаштар, соның барлығына әкеміз сүйсініп қарап отырады. Сонда да бекер отырғанша әкеміз бір жұмсақ тастарды тауып, білмеймін, ол известняк дей ма, содан неше түрлі заттарды жасайды. Заттарын жасағанда малдың заттарын, құстың заттарын, түрлерін салады, содан жасайды да. Бір кездерде әкеміз адамдардың мүсінін жасағандай болады ғой. Сонда бір кезде имам келе жатып көріп қояды, өзінің түрін, әкеміздің жасаған, тастан жасаған мүсінін көреді да,
ұрсады оған, сен неге адамның мүсінін жасайсың, сені құртам, болмайды, бізде шариғатта ондай жасауға болмайды деп ұрсып тастаған. Содан әкеміз бәрібір оны тыңдамай тығылып жүріп бәрібір жасап жүрді. Жасап жүрген кезде жаңағы имам қайтадан естиді де, оны жасап жүргенін көреді де, сосын оған айтады, сені мен құртам. Құлағын да жұлды ол кісі, әкеміздің құлағынан тартып айтады, сен әкеңді де шешеңді де жібермеймін мешітке, олар біздің мешітке келіп намаз оқымасын, сендер жаңағы сондай күнәқарсыңдар, сондай сен қоймайсың неше түрлі адамның мүсіндерін жасап, сөйтіп ұрсып тастаған. Енді әкеміз оқымаған бала ғой, мектепке барған жоқ, өзі еркімен өзі үйренді, жаңағы кітап оқыды, әріптерді арабша, сосын жағы латынша, сосын кириллицаны өзі әрбір адамнан сұрап үйреніп алған. Мұндай қарама-қайшылық Қастеев өмірімен қатар қалыптасады. Алғашында ауыл молдалары оның жасаған дүниелерін шариғатқа жат деп жазғырса, кейінгі шығармашылық жолына советтік цензура бөгет болады. Соңғысы суретшіден уақыт талабына сай идеологиялық тақырыптарды салуды талап етеді. 1919 жыл. Отбасы Жаркентке қоныс аударады. Дәл осы тұста оның алғашқы картиналары дүниеге келеді. Жай ғана пішін, я суреттер емес, алғашқы жұмыстары кәдуілгі кәсіби суретшінің еңбектері тәрізді, оның өз көзқарасы, пайым парасаты мен таным түйсігін айшықтайды. Осыдан кейін Әбілхан Қастеев қызыл тіл айтыс ақындарының қаруы болса, қылғалам суретшінің негізгі құралы екенін түсініп, өзін ақынмын деп атайды. Бірақ ол кезде сурет салумен бос уақытында ғана айналысады. Өйткені отбасына көмектесу үшін байдың ауласын сыпырып, басқа да жұмыстарын істеуден қолы босамайды. Суретшінің есейіп ер жеткен шағы жаһандық өзгерістермен тұспа-тұс келіп, айналасы түгел өзгереді. Советтік билік салтанат құрып, Әбілхан Қастеев секілді жастар жақсылықтың боларына сеніп, жанарларында үміт оты пайда болады. Қастеев достарымен бірге сол заманның ең алып жобасы Түрксіб темір жол жобасын жүзеге асыруға аттанады. Оның дәл осы атаумен аталатын картинасы кейін оның негізгі тұмарына айналады. Қастеев попал впервые в большой коллектив. Әбілхан Қастеев бүкіл Қазақстанда бұрын соңды болмаған мұндай үлкен индустриалды жобаға алғаш рет атсалысады. Әрі Түрксіб оның жан дүниесі мен көзқарасына, өмірлік ұстанымына қатты әсер етеді. Темір жол құрылысында жүріп, ол қағаз бен қылқаламын тастамайды. Онысын басшылық та байқап, оған қолдау көрсетеді. Сол себепті оның өмірі мен шығармашылық жолында Түрксібтің алатын орны ерекше. И он получил поощрение. Бірде бос уақытын пайдаланып Әбілхан Лениннің портретін салады. Жас таланттың картинасын ұнатқан басшылық оған қолдау көрсетіп, арнайы білім алуына жол ашады. Бірақ бай баласы емес пе екен деп, алдымен оның арғы тегін тексереді. Кедей отбасынан шыққанын білген соң, оған мүмкіндік береді. Қастеев Алматыда танымал суретші Николай Гаврилович Хлудовтың шеберханасында тәлім алған. Ол сол жылдары Қазақстанға келіп, қазақтың арасынан тұңғыш көркем сурет өнерінің өкілін тәрбиелеп шығарғанын мақтан тұтатын. Знал неплохо искусство. Ол кезде Хлудов арнайы білімі жоқ болса да, кәсіби суретшілердің бірі болатын. Көркем өнерден де хабары бар, қалай жұмыс істеу керектігін біледі. Быти казахского народа, жизни казахского. Ол қазақтың тұрмыс тірлігіне қатысты көп картиналар салған. Қазір музейде сақталған сол мұралардың арқасында көшпенді тұрмыстың тағдыр тарихын білдік. Ол Қастеевтің алғашқы ұстазы, әрі оған көп дүние үйреткен кісі. Нам оставил Хлудов. Это был, в общем-то, первый учитель у Кастеева. Он дал ему очень много.
Алабұртқан сезім мен алғашқы махаббатта да Әбілхан Қастеевтің жолы болмайды. Өзін атқан бойжеткенді айттыра барған кезде қыз аяқ астынан айнып, оған тұрмысқа шығудан бас тартады. Сөйтіп оқып жүрген кездері болды. Әкеміз сосын шежде тұрғаннан кейін, өскеннен кейін 23-25-ке келгенде айтады, мен дейді, Жаркентке түсем, сол жерге барам, сол жерге жұмыс істеймін, оқимын деп, сондай ұмтылады. Содан жағы шешесі айтады, сен мына баланы жібермей қояйық, бірдеңке қылып үйлендірейік, үйлендірсек мүмкін бармайтын шығар. Содан болар жағы біреудің үйіне барып, жағы әкемізді аттастырмақшы болады ғой, бір қызбен таныстырып, құда түспекші болады. Содан барған кезде әкемізді көріп, жағы қыз антам болады. Ой, мынау мен кедей ғой, мынау бір мал бағып жүрген, мен ондайға күйеуге шықпайын деп, әкеміз намысына тиіп, жағы тимеймін, үйленбеймін, күйеуге шықпайын деп отказ бергеннен кейін әкеміз ренжіп кеп қалады. Аш-жалаңаш, кедей жігіттің талантты суретші боларын қыз керек қылмаса да, тағдыры оған кемел келешек сыйлайды. Жастарының өміріне ағарту саласының халықтық комиссары Темірбек Жүргеновтің өзі араласып, Мәскеуде білім алуына жол ашады. Часто бывает, что из творческих семей Шығармашылық ортада өскен балалар өз бойындағы ана сүтімен берілген қасиет қарымын дамыта бермейді, еңбектенбейді. Өнердің өкілі болсаң, сен өз-өзіңді тәрбиелеуің керексің. Қастеев осы қасиетімен ерекшеленді. Өте зерек, пысық, өнерге бар ынтасымен берілген, өз-өзін қамшылап, жігерін ешқашан жасытпайтын. Міне осындай жасқа революцияға дейін негізі қаланған кәсіби академиялық мектептен дәріс алуға мүмкіндік туады. Бірақ ол бұл мектептің тәрбиесінен толық өтпейді. Ішкі жан дүниесі жабырқаулы күй кешкен соң, ақыры оқуды тастап, елге оралады. Бірақ өнер жолында өзіне жүктелген жауапкершіліктен ешқашан жалтармайды. И кроме того, Әбілхан Қастеев ведь это... Қастеев қатардағы суретші ғана емес, сонымен бірге нағыз шежіреші. Меніңше, егер мына өмірде этнография ғылымы болмаса, бұл ғылымды Қастеевтің картиналарына қарап жаңғыртуға болады. Өйткені оның шығармалары тұнып тұрған этнография, туған елінің тұрмысы мен мәдениетіне үлкен мән берген кісі, және сол мәдениетті терең түсініп, түйсігіне түйген жан. Глядя на его произведение, действительно, очевидно, он боготворил. Қастеев Алматыға мүлдем басқа адам болып оралады. Мәскеуден қайтарда Шығыс музейіне бірнеше еңбектерін сатуды ұйғарады. Ұсынысты қабыл алған музейдегілер оның картиналарын өзі сұраған бағадан бірнеше есе қымбатқа сатып алады. Жаңа костюм киіп, көз майын тауысқан еңбектерінің ақшасын алған кезде бұрын мән бермей кеткен қалыңдығы қайта қайырылады. Бірақ кеш. Өйткені Жүргеновтің өзі қамқоршысы болған Қастеевтің бұл кезде басқа қалыңдығы бар болады. Сақыш, Әбілханнан 10 жас кіші. Жібек мінезді, шаруақор жан суретшінің сенімді серігі ғана емес, 9 баланың анасы әрі отбасының тірегіне айналады. Әбілханның сүйіктісімен алаңсыз айналысып, жемісті еңбек етуіне мүмкіндік жасайды. Бірақ жоқшылық жомарттың қолын байлай берген соң, ол ақыры күнкөріс қамымен Қытай асады. Содан Жаркентке барады, сөйтіп әйтер өмірін сүреді. Бір кездерде жағы әкеміз жағы елдің барлық қиыншылық заман келеді ғой, ашаршылық заман. Сол кезде көбінесе сол жерде тұрған халықтың көбісі жағы Қытай арқылы күн көреді.
шежін ауылында сарқырап тұрған су бар, шежін деген. Содан олар өтіп Қытай жаққа барады да, сол жерден неше түрлі заттарды ауыстырып, тамақтарын алып, сөйтіп күн көріп жүрген. Сол кезде жаңағы шекарада істеп жүрген шекарашылар 10 адамнан жіберетін. Сендер барыңдар, барғыларын келсе барыңдар. Бірақ та дейді, ұсталып қалсаңдар, біз ештеңе істей алмаймыз. Суға сарқырап кетіп қалсаңдар, онда да біз ештеңе істей алмаймыз дейді. Сөйтіп рұқсаттарын беріп, өздері 10 адамнан жіберетін. Сарқыраған судан қайтып келе жатқанда жаңағы біреулердің малы да кетіп қалады, біреудің жаңағы заттары кетіп қалады, кей кездерде өздері де кетіп қалады суға ағып. Әкем біреулер жаңағы жандармларға қолдарына тиіп кетеді. Содан бір кездерде әкеміз достарымен бірге бармақшы болады ғой. Судан өтіп барған кезде оларды жаңағы Қытайдың полициялары ұстап алады. Жандарм дей ма, сонда полиция дей ма, жандарм дей ма. Сол кезде оларды жаңағы трудовой лагерь дейді, жұмыс істеткізіп қоятын, лагерьге қамап қояды. Сол жерде олар күні-түні жұмыс істейді, тамақ жөнді бермейді. Енді әбден қиналды бұл кісілер. Содан әкемнің денсаулығы жоқ болып кетті. Совсем қатты ауырды да, сосын айтады, мен қайтайық мына жерден бірдеңке қашайық, қашпасақ мына жерде өліп қаламыз дейді. Содан әкеміз жаңағы досы екеуі қашып кетеді. Сол жерде Қытай жерінде біреулердің үйлеріне жаңағы кіреді, сол жерде ақшаға өмір сүрмекші болады. Енді сол жерде тоқтайды ғой. Қытайдың құқайынан зорға қашып құтылады. Құрсүлдерін сүйретіп үйіне жеткенде, әбден жүдеген күйеуін алғашында Сақыш танымай қалады. Бұл эпизод суретші өмірінің соңына дейін кесел болып жабысады. Елдің ыстық ықыласы мен қошемет құрметіне қарамастан, қылқалам шеберіне құлбырау салынып, елден шығуына тыйым салынады. Сенімсіз деп сезіктенгендіктен НКВД-ның қатаң бақылауына шырмалады. Если он имел вот такой вот... Егер сенің жеке іс қағаздарыңа бір дақ түссе, одан құтылу оңай емес. Күнкөріс қамымен жүріп, Қастеев осылайша қара тізімге ілігеді. Сталиндік жүйе құлағанымен биліктің құзыры өзгермейді. Кейбір суретшілердің тағдыры тіптен қиын, түрмеге қамалды. Қастеев абақтыға жабылмаса да цензураның құрбаны болды. Там сталинское время рухнуло, на госбезопасности же самые люди практически. Шығармашылық шырғалаңға түскенімен қоймай, Қастеевтің елден шығуына қатаң тыйым салынады. Очень много пострадало не только людей. Қуғын-сүргін кесірінен адамдар ғана азап шеккен жоқ. Өнер де өгейдің күйін кешіп, опық жеді. Бәрі нақты адамдардың әрекетіне тәуелді болды. Бұл картина өнерді түсінетін жандардың арқасында сақталып қалды. Спасли благодаря тому, что кто-то понимал, что ее надо спасать. Әбілхан Қастеевтің шығармашылығы 30-шы жылдардың орта тұсында шыңдала түседі. Дәл осы кезеңдерде ол өзінің атақты Түрксіб пен Абайдың жас кезіндегі портретін салады. Совет кезінде суретшілер сүреңсіз өмір сүрді.
Қазір талантты суретшінің картинасы қайткен күнде көрмеге қойылып, қалаған бағаға сатылып жатса, ол кезде коммерциялық көрме дегеніңіз атымен болған жоқ. Суретшінің тағдыры тек көрме комитетінің қолында болды. Дело в том, что выставком это Ол кездегі көрмелер әсте бір сот секілді. Суретшінің туындысы қабылдана ма, қабылданбай ма белгісіз, әбден сүзгіден өткізеді. Ешкім еш нәрсе түсінбейді, түсіндіргілері де келмейді. Картинадағы болмашы дүниеге тиісіп, тырнақ астынан кір іздейді. Мәселен, суреттегі адамның қолы үстелдің үстінде ашық тұрса, ол неге ашық жатыр? Ал жұдырығы түйулі болса, ол неге жұдырығын түйеді деп тиіседі. Оның сыртында көре алмаушылық, кемсітушілік дегеніңіз әбден шектен шыққан. Осыдан кейін көрмеге қатысудың өзі қиын. Әрі суретшілер ол кезде салатын картиналарының жартақысын алдын ала, қалғанын жұмысты аяқтаған соң алады. Бірақ аяқталып тұрған жұмысты қабылдамай қаңғақсатады, қайта салдыртады, қайта түзетеді. Қысқасы, жүйкелерін жұқартып, төзімдерін түгесіп бітіреді. В конце 40-х годов, когда был последний, самый такой... 40-шы жылдардың аяғында сталиндік қаһар әлі әлсірей қоймаған. Осы кезде Қастеевті натурализмді дәріптеген деп айыптайды. Атышулы 48-ші, 49-ші қаулылар шығып, оның қырсығы Зощенко, Ахматов секілді атақты суретшілерге тиген кез. Сөйтіп советтік мәдениетте натурализммен күрес басталып, оны тамырымен жою көзделеді. Одақтас республикадағы біраз суретшілер осы саяси науқанның құрығына ілінеді. Қастеев те құр қалмайды. Суретшілер одағының кезекті бір кеңесінде Қастеевке қарсы шабуыл басталады. Егер бұл шабуылдан аман шықпасаң, соңы белгілі. Ит жеккенге айдап абақтыға қамайды. Сол кеңесте суретшілердің бірі Қастеевті жақтап сөз сөйлейді. Оның туындылары, оның мінезі халықтың тыныс тіршілігін дәріптейді деп ақтап алады. Дотошно выписано, с каждой мельчайшей детали. Кенесары хан мен Амангелді Имановтың портреттері Қастеев шығармаларында ерекше маңызға ие. Батырдың бейнесі сақталмаса да, суретші ұлт-азаттық көтеріліске арнап бірнеше туынды салады. Ал Амангелдінің бейнесін торғайға арнайы барып, ақсақалдар мен туған туысқандарының ауызша суреттегендері бойынша сызады. Ақыры Амангелді бейнесін айнытпай салған суретшінің өнеріне Батырдың көзін көргендер мен қариялар жағы қатты қайран қалады. Произведение это, оно стало Ол кісі портреттер сериясын салған кісі, ал Амангелді портреті бізге жеткен суреттердің арасында ең маңыздысы. Соның арқасында біз Амангелдінің бейнесін көріп таныдық. Оны Батырдың ұрпақтары да мойындады. Для истории изобразительного искусства Казахстана. Әбілхан Қастеев картиналарының ерекшелігі ұлттық рух, ұлт мінезін айнытпай алуында. Ол халықтың салт дәстүріне де көп мән берген. Онысы суретшінің кенепке салған кез келген картинасынан аңғарылады. Әсіресе қыз алып қашу және сатып алынған қалыңдық туындылары бояумен салынса да қазақы болмыспен үндеседі. Вообще произведение насильственного воздействия. Қастеев шығармаларының ішінде қыз алып қашу картинасының шоқтығы биік. Өйткені бұндай дәстүрге кез келгеннің батылы барып сурет сала алмайды. Қанша жерден картина болса да, суретші сол заманның дәстүрін, сюжеттің әрбір сәтін қарапайым бояумен ешқандай әсірелеусіз ақ салған. Сопереживает, сочувствует происходящему внутри сюжета. Суретшінің отбасы саманнан салынып, төбесі қамыспен жабылған үйде тұрды. Екі бөлме деген аты болмаса суық, аңғал-саңғал, оның өзін жалдап тұрады. Суретшілер одағының мүшесі, сый-құрметтен кенде болмаса да, Қастеевтің отбасы 40-шы жылдарға дейін көрінгеннің босағасын сығалап, үйсіз жүреді. Ол Брежневтен бастап коммунистік партияның басшыларына талай рет хат жазады. Бірақ бәрі жауапсыз қалады. Қастеев отбасының пәтер жалдап, басқаның босағасын әлі қанша уақыт сығалап жүрері белгісіз. Ақыры амал таусылған Әбілхан бірде министрлер кеңесінің төрағасы Дінмұхамед Қонаевтың қабылдауына тура тартады. 50-ші жылдары Қазақстанға ақштың атақты суретшісі, қоғам қайраткері, өзі социалист Роквелл Кент бастаған делегация Қастеев туралы фильм түсіру үшін келеді. Бұл жағдай сол кездегі шенеуніктердің екі аяғын бір етікке тығады. Делегацияны қайда апарарларын білмей дал болады. Қазақ халқының мақтанышы шынымен қандай жағдайда өмір сүріп жатқанын ұялмай көрсете ме? Әрине жоқ.
Қастеевтің отбасын бірде жаңа пәтерге алып келеді. Санаулы күнде үйдің ішін жайнатып, жиһазбен керек жараққа толтырып тастайды. Қуанышта шек жоқ. Бірақ суретші отбасының бұл бақыты көрген түс секілді ұзаққа созылмайды. Америкадан келген делегация кетісімен үйдегі жиһаздар жиналып, оларды пәтерден қуып шығады. Әкеміздің атағы шыққан кезінде жаңағы неше түрлі жаңағы званияларын алып отырған заслуженный деятель искусства, народный художник казахской ССР деген званиялары болған кезде жаңағы Американың адамдары қызық көреді. Содан олар келмекші болады, келіп жаңағы біздің әкеміздің өмірі туралы, тұрмысы турасынан жаңағы документальный фильм түсірмекші болады. Содан әкемізге енді біз енді қарапайым адамдарымыз, жалғыз әкеміз ғана жұмыс істеді. Ондай бізде жаңағы керемет мебель деген жаңағы диван, шкаф, шифоньер керемет заттар болған жоқ. Сондықтан бір кездерде жаңағы үйге алып кетті да, неше түрлі әдемі заттарды, кілемдерді, жаңағы мебельді әдемі қылып, жерге де кілем, тамға да кілем іліп қойған. Содан Американ адамдар келіп түсіріп, әкеміз туралы, семья туралы документальный фильм. Сонымен кетіп қалады. Ой, мамамыз қуанады, ой, мынаның бәрін бізге әкеп берген ғой деп, бізде қалатын шығар деп. Біраз уақыт өткеннен кейін заттардың бәрін қайтадан алып кетеді. Содан мамам ренжиді, ой, сонша неме бізге алып келіп, қайтадан алып кетті ма деп, сондай жағдай болған. Ақыры Қонаевқа тікелей барып, айтқан арыз арманы орындалып, халық суретшісі Қастеевке үй салып беру туралы министрлер кеңесі төрағасының қаулысы шығады. Бірақ іс бұнымен бітпейді. Жоба бойынша Қастеевтің үйі қызыл кірпішпен салынуы тиіс болады. Алайда құрылысқа жауапты прораб Қастеевке қамыс үй салып береді де, өзіне кірпіштен үй тұрғызып алады. Дом построили быстро. Үйді өте тез салды, бірақ өте суық болды. Жылу жүйесі де дұрыс жүргізілмей, үй жобаға сай емес, қамыстан салынған. Негізінде кірпіш үй болуы тиіс. Өте суық болды. Жылу батареяларының орнында құр құбырлар ғана тұрды. Бала кезімізде жер салқын болғандықтан аяғымызды жылы құбырға асып қойып жататынбыз. Помню, что мы мерзли, ложились на пол и ставили ноги на самые верхние трубы, потому что они были горячие, а нижние были уже холодные. Қастеевтің қара шаңырағында қазақтың зиялы қауым өкілдері жиі бас қосатын. Олардың қатарында композитор Нұрғиса Тілендиев, биші Шара Жиенқұлова, Ескендір Тынышбаев бастаған өнердің өкілдері өте көп болды. Олар әр бас қосуда ас ішіп, аяқ босату үшін емес, өнер мен мәдениет тақырыбын талқылап, пікір таластырып, оның болашағы туралы өз ойларын ортаға салатын. Сколько помню, у нас, по-моему, двери не закрывались. Мен ес білгелі біздің үйдің есігі жабылған емес, қаншама елдерден делегация келді. Барлығына әкеміздің шеберханасын көрсету үшін алып келетін. Бұл тек үкімет ұйымдастыратын шараларға келетіндер. Ал жай кезде біздің үйде туған туыстарымыз да тұрды. Студент жастар, журналистерден әсте арылмайтын. Ал суретшілер жағы тіптен көп келетін үйге. Которые, может быть, земляки, вообще художники все приходили. Қазір сол үй мұражай. Суретшінің сүйікті ісіне дәнекер болған дүниенің бәрі сақталған. Қожайыны секілді қарапайым болса да, қазақ өнері үшін өте құнды мұралар.
Қастеев үшін табиғаттың қадір қасиеті қашанда бөлек. Қылқаламы мен құрал жабдығын жинап, табиғат аясына шығып, өз әлеміне жиі жол тартады. Ол әлем өмірдің шынайы бояуымен боялған Әбілхан Қастеевтің ғана әлемі болады. Когда он писал большие романы, Ол өзі салған дүниелер болсын, тапсырыспен салған картиналары болсын, бәрін үйдегілерге көрсетіп шығады. Сен қараш, мына жері дұрыс па, мына жері дұрыс емес па? Ол үшін балалары мен үйге келген кісілердің пікірі қызық болды. Тіпті ауылдан келген қарапайым адамнан да пікір сұрайтын. слышит мнение. Қастеев халықтың ұлы. Қанша жерден құрметке бөленіп, қошеметке кенелсе де, ауылдан шыққан қарапайым қалпын бұзбайды. Ол тек ортасына адал, ақжарқын қалпымен қызмет етті. 1955-1959 жылдары Қазақ СССР жоғарғы кеңесіне депутат болып сайланғанда да, ол өзінің азаматтық болмысынан ажырамады. Аймақтардың мәселесін шешіп, мектеп, балабақша салу ісіне белсене араласты. Ешқашан алдына арыз айта келген жанның бетін қайтарған емес. Танымалдық пен халықтың сүйіспеншілігін, биліктің оған деген пейілін өнердегі әріптестері көре алмай, Қастеевтің зор абырой құрметке бөленгеніне бөгет болғандар да болды. Бір қызығы, Қазақтан шыққан тұңғыш қылқалам шебері сол кездегі КСРО-дағы ең үлкен марапат Ленин сыйлығына бірнеше мәрте ұсынылса да, оған ол награда бұйырмайды. Мәскеуге сан мәрте хат жазылғанмен, құжаттар түгел емес деген сылтаумен кейінге сырылып қала береді. Суретшілер одағында Қастеевке қарсы құйтырқы текетірестер толастамайды. Мәскеу мен Ленинградтан оқып келген жас суретшілер тіпті оны оқымаған деп қатарларына қоспай кемсітеді. Рас, Әбілханда академиялық білім жоқ, бірақ ол табиғатынан тума талант. Әрі халық мойындаған суретші. Міне, оның осы халықтық суретші деген атағының өзі қасындағылардың қарсылығын одан әрі өршіте түседі. Натура человеческая, а тут есть... Адамбек алып, егер сенің шығармашылығың өзгеден озып тұрса, халық мойындап тұрса, оған келіп кір жағу таза психологиялық тәсіл. Қастеевтің кемшілігі оның оқымағандығы, дипломның жоқтығы ғана. Ол кезде осындай ұстаным болды. Бір тіл қағазы жоқ деген. Ал сенің білімің бар ма, жоқ па, бәрібір. Сол тілдей қағазға қарайтын. Бұл советтік стандарт. Ал талант адамға туа біткенімен оны дамытпайтындар да бар ғой. Қастеев болса өз еңбегімен мойындалған тұлға. Расхожее выражение. Әрине, бұндай келеңсіздікке Қастеев қатты кейді. Ішкі жан дүниесін жегідей жеп, жүрегін жүдетіп, жүйкесін жұқартқан келекеге шыдап іштей тынады. Оның қаншама күн мен түндерін қамығып, ұйқысыз өткізгенін тек ет жақындар ғана біледі. Бірнеше рет жүрек талмасы ұстап, ақыры 1973 жылы қарашаның 2 күні дүние салады. В 1973 году в ноябре он умер, а 73 жылдың қарашасында қаза тапты. Ал үйге жылуды 15 қарашада берді. Ол тіпті өмірінің соңғы сәттеріне дейін жылылықты сезе алмай кетті. Үнемі арқасын аяз қарып жүрді. Менменсіп ешқашан кеудесін соққан жоқ. Ешкімнен артық дүние талап етіп сұраған жан емес. Тек қана ішінен тынып жүрді. Бір күні таңертеңгілік терезе алдында отырып сұлап түсті. Біз бәріміз жүгіріп жанына жеткенше үзіліп кетіпті. Ішіндегі алай-дүлей құбылысты жүрегі көтере алмады. Басқалары болса баяғыда айғайлап, аттандап, мен кереметпін, мен талантпын деп шығушы еді. Ал ол кісі олай істеген жоқ. Ішіне қатқан осы шермен ақырына жетті деп ойлаймын. Уақыт бәріне төреші. Шын талант қашанда тарихпен бірге жасайды. Ал дарынсыздар ұмытылып, далада қалады. Қастеевтің қылқаламынан шыққан шығармаларды халық сүйе ме, жоқ па? Түсіне ме, түсінбей ме, ол әркімнің өз пайым парасатына байланысты. Алайда, бір дүние анық. Арада қаншама жылдар өтсе де, отандық көркем сурет өнерінің өмірінде Қастеевтің қолтаңбасындай өміршең туындылар әлі күнге дейін кездескен емес.
очень ценится и Қазақ көркем сурет өнерінде Қастеевке тең келер жан жоқ. Оның еңбектерінің қалай бағаланатынын, түпнұсқа суреттерін көшіріп салушылардың көптігінен де көруге болады. Ондай жұмыстар аз емес, тіпті арнайы салондар да толып тұр. Міне, сурет сататын дүние иелерін де тығырыққа тірейтіні осы. Өйткені Қастеев суреттерінің көшірмелерін түпнұсқадан ажырату үшін де талғам керек. Онымен қоймай, сол көшірме суреттердің өзі ондаған мың доллар тұрады. Кейде мені іздеп келіп біреулерге сыйлау үшін Қастеевтің суреттерін сұрайтындар кездеседі. Міне көрдіңіз бе, сұраныс қандай. Меніңше соғыстан кейін өмір сүрген классик суретшілер өздерінің осынша дәрежеде бағаланатынын сол кезде білмей кетті. иногда вот и ко мне приходили и сразу задавали вопрос: у вас есть Кастеев? Есть еще такой момент. Многие работы имеют Көптеген картиналарда сюжеттерді бір ғана деталь бір-бірімен байланыстырып, қабыстырып тұрады. Бұл сөзсіз Қастеев қолтаңбасы болып саналады. Мәселен, оның Қапшағай ГС деген картинасын алыңыз. Алғашқы планда нысанның құрылысы. Сол кездегі елдің индустриалдық даму кезеңін айшықтайды. Міне осы картинаның оң жақ шекесінде кішкентай ғана тікұшақтың суреті бар. Оны көбісі байқай бермейді. Қастеев суретті салып жатқан кезде ұшып өтсе керек. Міне ол көзі көрген осы кішкентай детальді қалт жібермей қаз қалпында берген. Бұл оның еңбекке деген адалдығын көрсетеді. Немесе Талас өзені деген картинасын қараңыз. Өзен жағасындағы панорамалық көрініс. Ол кісі кермені екіге қақ бөліп салған. Әдетте суретшілер бұндай картинаны саларда керменің бір бөлігін төмен немесе жоғары қылып екіге бөледі. Қастеев сызғыш пен сызғандай қақ бөлгенде көк аспанға ұшақтың соңынан қалған ізді ғана салған. Міне бұл таза Қастеевтің қолтаңбасы. на две части, вот прям словно линейка.